Ассалаумағалейкум достар. 18 қарашада таңертең Чикагода Bellator 301 жекпе-жек турнирі өтті. Кештің басты жекпе-жегінде жартылай орта салмақтағы чемпиондық белбеу таласқа түсті. Бұрын жеңілмеген украиндық файтер Ярослав Амосов ямайкалық Джейсон Джексонға қарсы екінші мәрте титулын қорғады. Нәтижесінде жекпе-жек сенсациямен аяқталды. 33 жастағы Джексон 30 жастағы Амосовтың мансабындағы алғашқы жеңілісіне ұшыратты. Ол 3-ші раундта техникалық нокаутпен жеңіске жетті. Джексон бірінші нөмірде жұмыс істеп, керемет әрекет етті. Амосов жекпе-жекті партерге ауыстыруға тырысты. Бірақ Джексон оның барлық күрес әрекеттерінен сауатты қорғана білді. Баста айта кететініміз, қараша айының басында желіде Kill Cliff салында Джексон мен қазақстандық Шавкат Рахмонов арасындағы күресті түсірген видео пайда болған еді. Бұл Наматқа қарсы грэпплинг айқасы Джейсонға титулдық жекпе-жекте өзін керемет көрсетуге мүмкіндік берді. Осылайша Шавкат бұл жеңіске өзінің үлкен үлесін қосты десек артық айтқанымыз емес. Жалпы Джейсон Джексон дегеніміз кім? Ямайка астанасы Кингстон қаласының тумасы. Бала кезінен ол күрестің жанкүйері болды. Алайда кейін ол MMA-ға ауысып, Black Zealand командасында жаттықты. Джексонның кәсіби дебюті 2010 жылы орын алды. Ол мансабын кішкентай Fight Time лигасынан бастады. Онда ол екінші жекпе-жегінде UFC жұлдызы Колби Ковингтонмен айқасты. Жергілікті лигадағы жетістіктері Джексонды The Ultimate Fighter шоуына бастап әкелді. Бірақ ол UFC-де Майкл Гривиске жеңілуіне байланысты өз орнын сақтап қала алмады. Кейін Джексонның таңдауы Bellator лигасына түсті. Сол жерде ямайкалықтың мансабы өрге көтерілді. Ол Нейман Грейси мен Пол Дейлиді қарсылас құрлы көрмеді. 2022 жылдың маусымында Джексон төрешілердің бір ауыз шешімімен Дуглас Леманы да тоқтата алды. Джексон қатарынан 7 жеңіске жетіп 77 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде Bellator'тың жаңа чемпионы атанды. Амосовқа келетін болсақ, ол 27 жеңістен тұратын керемет сериясына нүкте қойды. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Бұл біз үшін үлкен мотивация.